Ата-аналарға құлақ қағыз, осы келешек бағдарламасы туралы толығырақ сұрап білу үшін арнамыздың мобиль студиясына ғылым және жоғары білім вице-министрі Талғат Ешенқұлов мырзаны шақырған едік. Ол мемлекет қандай жағдайда бала шотына алғашқы салымды аударатыны және қай кезде қайтарып алатыны жөнінде айтып берді. Бағдарламаның талаптарына да тоқталды. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Студиямызға қош келдіңіз, Талғат Ілиясұлы. Келешек, дұрыс айттық па, бұл келешек, ата-аналар мұқият болыңыздар. Келешек бағдарламасы кімдерге қалай жүреді, не үшін арналған, егжей-тегжейлі тоқтап айтып кетсеңіз, одан кейін сұрақтарымыз болады. Өте жақсы көтерілген мәселе. Шын мәнісінде бұнда келешек бағдарламасы деп айтып отырғанымыз, бұл бірыңғай ерікті жинақтау жүйесі. Жүйе болғаннан кейін бұл бірнеше элементтерден тұратын жүйе, қысқаша келешек бағдарламасы деп айта берейік ары қарата. Келешек бағдарламасының негізгі мақсатының бірі ол білімге, жоғары білімнен кейінгі деңгейдегі білімдер, магистратура, докторантура қолжетімділікті қамтамасыз ету. Бұл бір. Екіншіден, келешек бағдарламасы бұл білімді қаржыландырудың негізгі қайнар көзі болып есептелмейді. Бұл қосымша құрал ретінде қабылданып отқан шара. Яғни бұнда жаңа жиын отырыстан кейін біраз журналистер, біраз осы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері келешек бағдарламасы қабылданған жағдайда мемлекеттік гранттар болмайды екен деген бір мәселелер көтерді. Ол олай емес. Бұл қосымша құрал ретінде. Бұнда негізгі мәселе екі жақты жұмыс жасау, яғни ата-ана салымшы ретінде балаға шот ашып, өз қаражатынан шотқа қаражат жинау. Екінші тараптан мемлекет оған осы мәселеге көмек көрсету. Ол қалай болады? Бұл командалық жұмыс. Келешек бағдарламасы негізі туылғаннан бастап барлық балаларға шот ашуға мүмкіндік береді. Бірақ заң жобасы қабылданған жағдайда календарлық жылға 5-ке толған балалар үшін мемлекет тарапынан алғашқы осы шотқа алғашқы салым мемлекет тарапынан салынады. Оның көлемі 60 айлық есептік көрсеткіш көлемінде болады. Ол барлық балаларға және де ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жетім балаларға бұл көрсеткіш 120 айлық есептік көрсеткішті көрсетеді, яғни 2 есе көп деген сөз. Тәртібі былай. Балаға шот ашу керек. Балаға 5 жас, ол туылғаннан бастап ашып жинақтай беруге болады. Бірақ 5-ке толған жағдайда мемлекет тарапынан алғашқы салым беріледі. Өзіңіз айтқандай. 5-ке толғаннан кейін. 5-ке толған балаларға ғана. Даже 5-ке толған балаларға. Мысалы, осы заң жобасы биыл қабылданса, онда биылғы жылға 5-ке толған балалар. Келесі жыл қабылданса, келесі жылғы бір реттік төлем. Бірақ реттік төлем. Бұл бірақ реттік салым. Ары қарата осы салымшыларға енді шот екінші деңгейлі банктерден не болмаса сақтандыру компанияларынан ашуға мүмкіндік береді. Енді ары қарата жұмыс қалай жүргізілетін болады. Ата-ана міндетті түрде, егер осы мемлекет тарапынан берілетін қаражатты алып қалғысы келсе, онда ол салымшы жылына кемінде 12 айлық есептік көрсеткіште салым салып тұру керек. Яғни оны ай сайын бір айлық есептік көрсеткіш салуға болады, не болмаса жинақтап жылдың соңында бір рет салуға болады. Бірақ сол календарлық жылға белгілі бір сома болады. Кемінде 12 айлық есептік көрсеткіштен кем емес сома шотқа жиналу керек салымшы тарапынан. Сонда ғана мемлекет тарапынан берілген бір реттік салым ары қарата сол шотта қала береді. Бұл талап орындалмаған жағдайда мемлекет тарапынан берілетін салым қайта мемлекетке қайтарылатын болады. Екіншіден, осы шотта жатқан қаражатқа ары қарата екінші деңгейлі банктар тарапынан 12 12-13 пайыздық жыл сайынғы сыйақы
төленіп отырады. Ол шартты түрде 12-13 деп белгіленбеген. Бұл ұлттық банктың бекіткен осы тарифынан 200 не болмаса 300 пункттан төмендемеу деген сөз. Жалпақ тілмен айтқанда қарапайым тілмен айтсақ 2-3% төмен болмау керек деген сөз. Ұлттық банктың бекіткен осы ставкасынан 2-3% төмен болмау керек деген сөз. Бірақ одан көп болуға болады. Біз енді көп болатын шығар деп ойлаймыз. Себебі бұнда бұл келешек бағдарламасына екінші деңгейлі банктер мен сақтандыру компаниялары қатысатын болған жағдайда олар осы клиенттік базаға күресті жүргізу керек. Себебі салымшы қай банкке салатынын, қаражатын қай банкке салатынын, қай сақтандыру компаниясы салатынын өзі таңдайды. Яғни бұнда бәсекелестік туындайды. Қай ұйым жоғары процент беретін болса, сол ұйымға салу мүмкіндігі бар. Яғни бұл да бір өте маңызды, ата-аналарға жеткізуге тиісті мәлімет деп ойлаймын. Көп рахмет, Талғат Ілиясұлы.